Саламатсыздар балалар, ана тілі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы сөйлеу не үшін қажет. Бірінші жаттығуға қараймыз. Бізге сурет берілген, суреттерге қара және оқы дейді. Мына суреттерде біз кімдерді көріп тұрмыз және нелерді көріп тұрмыз деген сұрақтар қоюға болады. Кімдерді көріп тұрмыз дегенде балдарды, мысал бұл қызға және ұлға ат қоюға болады. Нелерді көріп тұрмыз дегенде жан-жануарларды, жылқыны, сиырды, күшікті, торғайды көріп тұрмыз дегенде. Жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар. Солардың ішінде адам ғана сөйлей алады. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінісу үшін қажет. Яғни сөйлеу не үшін керек? Адамдар бір-бірімен айтқысы келген нәрсені сөйлеу арқылы түсіндіру және де өз ойларын ашық айту. Яғни сөйлеу үшін қажет. Біздің сөйлеуіміз тыңдау, айту, оқу және жазудан тұрады. Екінші жаттығуға қараймыз. Өлеңді түсініп оқы. Әр нәрсенің мәні бар, әркімнің өз әні бар. Өз тілінде сөйлейді жердегі жан-жануар. Бүркіт, барыс, қасқыр да даусынан танылар. Ана тілін білгеннің маңдайының бағы бар. Өз тілінде сөйлейді дегенді қалай түсінеміз балалар? Өз тілінде сөйлейді деген, яғни адамдар бір-бірімен сөйлеу арқылы өз ойларын айтып, адамдар, яғни тіл арқылы өздерінің айтатын ойын білдіре алады. Ал жануарлар да, олар да өз тілдерінде, яғни өздерінің, мысалы, иттің үргені сияқты, сиырдың мүңдеген сияқты міне сондай дауыстары арқылы, яғни оларда, жан-жануарларда сөйлей алады. Өздерінің бір-бірін сол сөйлеу арқылы жануарлардың тілінде олар да өздерін түсіне алады. Үшінші жаттығуды дәптерімізге көркем, әдемі, ұқыпты етіп көшіріп жазайық. Әлденен ананың, үйрен ана тіліңді. Әдемі, көркем етіп, сауатты дәптерімізге көшіріп жазайық. Төртінші жаттығуға қараймыз балалар. Сәйкестендір дейді. Қарқылдайтын не? Қаңқылдайтын не? Шиқылдайтын не? Ырылдайтын не дейді. Енді осы сұрақтардың жауабын мына сурет арқылы сәйкестендіріп тауып көрейік. Қарқылдайтын не? Қарқылдайтын ол балалар қарға. Қаңқылдайтын не? Қаңқылдайтын қаз. Шиқылдайтын не? Шиқылдайтын торғай. Ырылдайтын не? Ырылдайтын күшік. Міне балалар, осылай төртінші жаттығуды берілген сұрақтар арқылы суреттермен сәйкестендіріп айтамыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.